Omelet ister misin kahvaltıya? Tabii oldu. Ben de tabii oldum. Evet, omelet ister misin kahvaltıya evladım? Hı? İster misin? Ben orada istiyorum. Tamam o zaman. Ben sana omelet yapayım, tamam mı? Evet. Yapayım. Қараңыздар, мына бала дегені және подгузин. Енді какать еткен ғой, но сыртына шығып кетіпті. Это вообще. Үстіні зорға кидірді. Вот так вот ауыстырып салдым. Қазір мен жасаймын. Бізде шакшука дейді ғой. Мына бұйырса. Негізінен Мехметемин бүгін тісін жуды. Таңертең тұра салады, тісін жуды, беті қолын жуды. Одан кейін омлет жеді. Мен ұлым, к сожалению, қазақша білмейді, бірақ та қазақша влог түсірем деп неттім. Ат не деуші еді? Солай шештім ғой. Қараңдар, не істеп жатыр мына бала. Шай жасап жатырмын. Турецкий шай. Бүгінгі пландар негізінде бір жаққа бару, білмеймін, енді Алла бұйыртса, жолдасым разрешать етсе барамыз. Негізінде көп нәрседе папасынан сұраймыз, сұрап сөйтіп барамыз. Сол болмайды бізде. Бір қасық жетеді, 1,5. Біраз қосайын. Осылай қоямыз. Екінші қасық жағамыз. Қазір ата енеммен бірге тұрып жатырмыз. Сөйтті. Екінші бөпе келгенге дейін. Екінші бөпе келгенсін өзіміз боламыз. Көрсі. Так. Мен негізінде қазақша контент түсірем деп ойлағанды жоқпын. Шын айтам. Түркше түсірем деп ойлаған ғой. Себебі менің ұлым түркше білмейді деп. Негізінде балалар үшін түсірген деп ойлағам. Себебі мен баламен көбінесе уақыт өткіздіретін үшін. Мынау бұйырған осылай қазақша лайфстайл контентін түсіріп тұрмын. Мынаны қуырам қазір мен. Перецті. И потом сладкий перец мынау. Одан кейін мынаны қоям. Помидорды. Жақсы қуырып алу керек мынаны. Сосын кейін жұмыртқа ең соңында бітті. Ұлымды қараңыздар, не істеп жатыр. Қасықпен ойнап жатыр. Нельзя. Тамақ көрген кезде өзіміз жұмыс кетеміз ғой. Соңғысы осылай болды. Барын бітірсек. Емин, мен не ашамын, соны көресің, жарай ма? Окей? Короче, үй осылай болып тұр қазір. Шашылып. Не асы, прям тазалана ғой. Вот так вот. Ауа райы өте қатты. Аш оны. Аш. Компьютерді аш. Ашуды да біледі, қараңдар. Это вообще. Молодец. Отыр нормально. Осылай компьютер ашып алады, мына бала. Одан кейін қалаған нәрсе. Баспа? Баспа? Онша саған жоқ. Ben bastım. 3 тусады, мне кажется. Бүгін ауа райы өте ыстық енді. Ағаштардың өзі даже қимылдамай тұр. Да того ыстық. Градусқа қазір қарау керек. Бірақ та далаға шыққым да келіп тұр бір жағынан. Контент түсіру үшін қызықты болсын деп. Баламды ойнатуға негізінде баламмен атасы бірге ойнады. Машинкалармен ойнаған, бірақ та мен оны түсірмедім.
потому что менің балам түркше ғана білгендіктен, түркше ағылшынша түсінгендіктен оған қазақша түсіндіре алмаймын бір түрлі. Түсіндіргеннің өзіне де түсінбейді қазақша. Маған қарап тұрады, бүйтіп бар ғой. Сол себепті қызықсыз болады деп, онымен ойын ойнап, мынандай видео түсірмей тұрмын. Ойыншықтарды жинаймын дейді. Мама, мен өзім ойыншықтарды жинаймын дейді. Мен мына жерді жинатқам ғой, бастағам ғой уже. Мына жерге таза жерге қой дедім. Осылай көмектеседі балам. Молодец, молодец. Градус 32 градус екен. Мына жақта теңіз болғандықтан Измирде. Сол себепті қатты ыстық, енді 32 болса, где-то 40 сияқты болады ғой. Солай ощущается. Ужасно қатты терлейсің. Қараңыздар, не келді. Атам фрукты прямо. Я такой сладость хочу. Қатты жегім келіп тұр ғой сладость. Баймын беті де ашық қапты ғой. Қаз тоқта. Өрік бар. Өрік, қарбыз. Ана жерде банан бар. Банан мен алуым білмеймін, жеймін. Біреу шығарып қойын. 35 градустықта обязательно осылай жеу керек. Жуып тазалап қойдым. Енді тураймыз. Мына жақта бала не бүлдіріп жатыр? Тыквенный семечки бар ғой. Асқабақтың семішкесін осылай шашып. Мына ішіне сала қой, сал. Қой. Мына ішіне. Қоя қой. Осындай біздің бала енді. Өзі қараңыздар. Штативім бар. Мына баланың арқасында штативті мен қолдана алмайдым. Штативті алып қашады мен. Вау! Есі де күшті. Өзі қуан. Мына бала көзді жеп. Негізін толтырып тағам. Машалла. Жепті. Так, міне біздің фруктымыз дайын. Күтіп тұр мені. Көп адамға қызықты шығар біздің бөлмеміз. Мынау ата-енемнің үйі, кстати. Сол себепті мына жақта осындай пока что. Бізде шкаф жоқ. Біздің өзіміздің үйіміз бар. Ол үйіме барған кезде үйімді де көрсетемін. И мына жерде нелер ғой, душқа түскенбіз. И менің киімдері, менің ұлымның подгузнигі, так далее. Көрпе қазіргі. Мен платоктарым. И мына жерде мынау жолдасымның. Мына жақ менде өте аз киім. Қазір аяғым ауыр болғандықтан мүлдем киім алмай жүрмін. Себебі бәрібір 2 айдан кейін босанам деп. Осылай біздің үйде. Мынау не деушеді, не деушеді? Сушильная машина. Атамдардың бөлмесі, кладовка. Кладовка. Біздің кейбір заттарымыз бар. Мына кішкентай баламның кішкентай кезіндегі киімдері ғой. Мына жақта. Пакеттің ішінде. Так вот. Ең кладовкасы. Немножко беспорядок. Залды и так и көрдіңіздер. Кухнясында үлкен кен. Видеодан кішкентай көрінуі мүмкін, бірақ та барлық бөлмелер кен.
130 квадрат метр, если не ошибаюсь. Мына жақта апасымен. Мысалы, мен қазір біраз насып жанына барам. Нетуге ойнатуға 2-3 сағат ойнасын деп тұрам. Бүгін көп оған қарай алмадым, шыны керек. Өте шаршаңқы болып тұрдым. Кеше активный күн болып еді ғой. Бүгін қазір подкаст көріп отырмын, еще жылап жатырмын вообще. Это вообще невозможно. И печенька жұмыртқа жегем. Қарным аша береді. Но кешкісін ең важнысы кешкісін жемеу ғой. А? Мехмет еме жаңа ғана келді даладан. Қаздалаға бірге тағы да шығамыз. Шаршату үшін, потому что беті бары қып-қызыл ыстықтап суын толтырам дейді. Мен шаршадым ба? Yorulдың ба? Шаршадым деді. Машинкамен ойнаймын деді. Қараңдар, Мехметімен көп машинкалар. Ана жақта қараңдар, Мехметімен қалай ойнап жатыр. Мен қалай ойнап жатыр, қараңдар Аминға. Аминді қараңдар. Мехмет Емин. Олай істеме. Бере ғой, бер. Ол қазір мамасымен бірге шығар. Мен қазір дәрілерімді ішіп, намазымды оқыдым. Дұғамды етуім керек. Аминға мен қазір банан берем. Кел, банана. Ой, нельзя, ол магнезиум. Менің дәрілерім. Міне, ашып. Я, ақ. Бере ғой. Бұл да ақ өнім. Мынау да қызыл. Мехметімен дәрімен ойнауға болмайды. Сұйықтақ қалды. Бүгін өте қызықсыз контент болды, мне кажется. Потому что білмеймін екенін шын айтам. Ерте қызықты болады деп ойлаймын. Содан